Біздің күнделікті күйбең тіршіліктің күнтізбесінен демалысқа бөлер уақыт табу қиын. Ал ұсынар бағдарламамыздың аясында сіздер қызықты әлемге саяхат жасап, аңшылық пен балық аулаудың қыр-сырына қанық боласыздар. Әр апта сайын біз сіздерді Қазақстанның көз тартар ең көрікті аймақтарымен таныстырамыз. Аңшылық керемет кәсіптің бірі. Ер азаматтардың айналысатын ісі бүгіндері араласу жолын айналған. Олжалы аңшылық нысанын ату үшін адамдар аяғы баспаған орындарда болып, басқа мемлекеттерге сапар шеге, табиғат көріністерін тамашалайды. Өзіндей жандармен кездесіп араласады. Әрине осындай сәттер есінде мәңгі сақталатыны сөзсіз. Осыдан біраз уақыт бұрын италиялық кәсіпкер Марко Шнайдер бір апталық демалысқа елімізге келді. Римнен ұшып келіп, хан тәңіріне шыңына дейінгі көлікпен жүрген жолға 3 күн уақыт кетті. Енді оның тек аң аулауға 4 күн уақыты қалды. Осы уақыттар аралығында аңшы кәсіпкер тау ешкісін атуды жоспарлапты. Мүйізінің ұзындығы 130 сантиметрге жететін. Стандартты турлар тау ешкі атуға арналған негізінен 10 күнге жоспарланады. Оның 7 күні аңшылық саяхатқа ұласып. Бірақ бүгіндері олжалы аңшылықта мүйізінің ұзындығы 110 сантиметрді ғана құрайтын тау ешкі таба аласыз. Ал жоғарғы көрсеткіш ойлауға келмейтіндей көрінді. Орны алдын ала бекітілді. Яғни Саржаз жазығында тау ешкі ату көзделді. Бұл жазық хан тәңірі шыңындағы мұздықтардың жалғасы. жылы қыста тұяқтыларды санау науқанында 30 шақырымдық аралықтан шың басына дейін дүрбімен 1000-ға жуық тау ешкі басы мен 400-дей арқарды тізіп шыққан болатынбыз. Олардың ішінде мүйізінің ұзындығы 120 сантиметрді құрайтын аталықтары да болды. Сол кезде Саржаз біз үшін аңшылық жәннат секілді көрінген. Бірақ соңғы жылдар бұл аумақтағы олжалы аңшылық басы азайып, мүйізділер саны күрт төмендеп кетті. Ал Марко болса супер олжасы үшін олжалы аңшылықтың келеңсіз мезгілін таңдапты. Қыркүйек айының басында тау ешкілер өздерінің құндыларын шар шыңның басына 3200-4000 метрлік биіктікте сақтайды. Ал қазан айында қалың қар олардың Альпі жазығына түсіреді жайылымға. Сол кезде будандасу маусымы да жақындап, аталықтар мен аналықтар өзара бірін-бірін табады. Нағыз аңшылар үшін мұндай қиындықтар сөз емес. Олар әр қашан жеңуге тырысады. Тау ортасына жеткенде тау ешкілер табынының еркін көруге болады. Ал ірі текелер көзге көріне қоймады. Саржаз Мерцбахер өзенінің құюымен атты адамның өтуіне тіпті қиындап кетіпті. Сол себепті оң жақ жағалауға мұз үстімен жүре, жазықтық шетіне шығуға мәжбүр болдық. Жоғары қарай 20 шақырымдай жол жүрдік. Мұздықтың оң жақ шетінен біресе көрініп, біресе жоғалып кетіп жатқан хан тәңірі шыңына апаратын сүрлеу жатыр. Жан-жағыңа зер салып бақылап қарау үшін дүрбіні қолыңа алып, мұздық ортасына бару керек болды. Ол үшін тағы біраз уақыт кетті.
Сол себепті де жүрісіміз тым баяу болды. Оң жақ еңістен тауешкілер табынын аңғарап, дөрбімен қарап шығып ек, бізге қажеттісін таба алмадық. Тек бір аталығын ғана аңғардық. Мүйізінің ұзындығы 120 сантиметрге жетіп қалады деген. Бірақ оған жету үшін көп күш салу керек болды. Орталық Тянь-Шаньның дайындаған қиындықтарын еркін бағындырып келе жатқан Марко өте мығым жігіт болып шықты. Майда шүйде демалысының келеңсіздіктері, сервис деңгейі мен күту деңгейі сияқты оны аса қызықтыра қоймады. Қаруымызды бір атып алып, аңшылық шаруашылықтың ең қиын тұсына бет алдық. Біз кеш қарайғанша тоқтамадық. Тіпті кеш батқаннан кейін де 2 сағат жүрдік. Жазық далада түнедік те таңға елең алаңмен қайта жолға шықтық. Сағат күндізгі 3-терде асуға да жеттік. Мұнда арқарлар мен тауешкілер тұқымының о бастағы бабалары салған ізі бар. Әрине сол жалғастық, әлі күнге бүгінгі жабайы жануарлардың жүрер жайылымы, сүрлеуіне айналған. Тіпті ірі тастарда аңшылардың осы тұяқтыларда аулаған бейнелері де кескінделген. Мүйіздері үлкен арқарлар мен тауешкілер кескініне қарап, ол кезде де ірі мүйізділерді бағалағанын аңғаруға болады. Художник. Алғашқы суретшілер арқарлардың ірілерін кескіндепті. Тау қойларын палеолит дәуірінің сарқын шағы деп, Марк таңғалыспен демалды да, шаршауы бірден басылғанын меңзеді. Бізге осы бір аралықта бірнеше күндей түнеп, асықпай тамашалап, суретке түсіріп жүруге ойымыз кеткенімен экскурсиямыздың шығындығына қарап, олжалы аңшылық нысанын іздеуге ары қарай жүруге тура келді. Алаңқай мен өзен жағасында тұяқтылардың өлген денелеріне кезіктік. Уақытымыз санаулы болса да, Марко сол жануарларға арнайы тоқтап, мүйіздерін өлшеп отырды. 125, 107, 96, 132, 111 сантиметр. Олардың мұншалықты ірілігі оны тіпті таңғалдыра түсті. Енді мен мұнда өте ірі тауешкілер мекендейтініне көзім жетті. Әлемдегі ең ірі тауешкілер. Мен 5 континентте де аңға шықтым. Әр түрлі мемлекеттерде, бірақ мынадай тауешкілерді алғашқы рет көруім деп таңғалды Марко. Саржас тауының екінші бөлігінен еңіске қарай арқарлар табыны жүгіріп өтті. Бұл Тянь-Шаньде тұр. Арғалы Карелиндер. Тянь-Шаньдық қойдың мүйізі Памир арқарларына қарағанда көптеп ерле айналған, әрі қалыңдау болып келеді. Кешкі сағат 8-лерде Альпі жазығына шықтық. Жерге шыққан көк шөптің құнары өте жақсы екені көрініп тұр. Сол аралықта 70 бас тауешкі табының көзіміз шалды. Бірақ сүзіп шыққанымызбен арасынан өзімізге қажеттісін таба алмадық. Сол араға лагер құрып, кешкі асымызды даярлай бастадық. Біздің аңшы қатты шаршақты. Марко ұйқыға кеткенде еңіске қарай 10 шақты ірі тауешкілер жайылымға шықты. Ардагер, кәрі тұяқтылар өздерінің көп жылдық тәжірибесі мен сақтығының арқасында бүгінгі күнге дейін аман-есен жеткені көрініп тұр. Әрі кеш құрым тынышталған уақытта, я болмаса таң қылаулана жайылымға шығатыны да белгілі болып қалды. Адам қарасын көрмегеніне көп болған болуы керек, сақтықтарын жоғалтып, өздері 700 метрге дейінгі аралыққа дейін жақындап келді. Бір көзбен қарағанда кемінде үшеуі Марко Шнайдердің көптен іздеген олжасы екендігін қатесіз айтуға болады. Оны ақырындап ұйқысынан ояттық. «О, монстр!» деп қырылдайды бастады биноклін ұстаған Марко. Бірақ іс әлі орындалмаған. Арамызда ашық алаңқай бөліп тұр. Оларға жақындау мүлде мүмкін емес. Сол себепті олардың басқа жайылымға ауысқанын күтіп қана отырдық. Уақыт болса өтіп жатыр. Ал текелер қозғалар емес.
көп замайы кеш деп атты. Біз болсақ көрпемізге кіріп, әлгі текелердің ертеңде сол орнынан табылатынына сеніммен қарап, ұйқыға кеттік. Сәттілік серік болды. Таң атпай бір қараңғы бір жарықта еңіске ақырын түсіп, бастау бойымен жоғарылай бердік. Бойымыздағы нысанымызға бірнеше ондаған метр қалғанда, аяғымыздың астынан ұшқан ұларлар тобы ойлаған ісімізді жуыққа шығара жаздады. Тау үндіктері қылқылдай ұшып, тау ешкілерді оятып жіберді. Тұяқтылар орындарынан тұрып, сәл әрірекке ұзады да, енді атып келе жатқан таңның бұзылуына не себеп болғанын бақылауға кірісті. Соңғы 50 метрлік аралықта жерге жабыса бауырлай, әрең жылжып өттік. Осылайша ыңғайлы орынға жетісімен тас артынан сығалай қарағанымызда, тау ешкілер сәл есін жиып, жайыла бастапты. Ара қашықтық 220 метр. Ату дайындығында Марко 300 және 400 метрлік қашықтықтарға көп дайындалған болатын. Бірақ көп күнді қозғалыспен ұйқысыз түндер, арлы-берлі шыққан еңістер, биіктіктер шаршатқан болу керек. Ол қиыс кетті. Сәттілік серік болды ма, тау ешкі 50 метрдей қашып барып қайта тоқтады. Ендігі аралық 280 метр. Екінші мүмкіндік берілді италиялық кәсіпкерге. Бұл жолы ол намысқа тырысты. Дөп дейді атылған оқ. Браво! Тек тау ешкінің тастан қалауы терісін сәл құртып жіберіпті. Дереу мүйізінің ұзындығын өлшей бастады. 129,2 сантиметр. Сол арада атылған олжаны бөлшектеп, келген жолмен кері қайттық. Базалық лагерге жетісімен кешкі асымызды ішіп бола, Марко Шнайдерден кішігірім сұхбат алдық. We walked to the area where the ibex Кеш бата тау ешкілер жайылып жүрген орынға бардық. Бақытымызға орай тұяқтылар әлі сол маңда екен. Біз осы бір керемет олжалы аңшылық мүсінін көрген сәтте, менің бойымда ынтызарлық оянып, белсендірек қимылдай түстім. Жануар бізден 250 метр қашықтықта тұрды. Дереу мылтығымды кездей, шүріппемді көздеп тұрып басып қалдым. Дәл тиген оқ нысананы бірден құлатты. Сіздердің елдеріңізде адам аяғы баса қоймаған жабайы табиғи орындар өте көп екен. Жабайы жануарлар да сол миллион жыл бұрынғы қалпында. Бұл әрине аңшылықтың ең керемет сатысы. Соңғы күндер аңшылық жолдан шаршап келіп, от басында отырып, демалған қандай керемет.